Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық емі арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтамыз. Бүгінгі видеода аяқ-қол тоңуы және мұздау себептері туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздердің каналда жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса, жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз. Ал қолға қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолы мұздап жүретіндер қайтпек? Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салсаң жеткілікті. Ал жазды күні аяғыңызда көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгілі қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы екен ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына мына жағдай себеп болады. Бірінші, қимыл қозғалыстың аздығы. Әсіресе бір орында отырып жұмыс істеу аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалыстың аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Екінші, аяқтың үсуі. Егер өміріңізде бір рет аяғыңызды үсік шалған болса, оның қалпына келуі ұзақ уақытты талап етеді. Салдарынан аяғыңыз біраз уақыт мұздап жүреді. Үшінші, үнемі диета ұстау. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Сол себепті көбінесе аяғыңыз мұздап жатады. Төртінші, дәрі қабылдау. Анда-санда ауырып қалып дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыздар, дәрісіз күні өтпейтін науқастар немесе қандай да бір дәріге тәуелділіктің салдарынан аяқ-қол мұздап бастайды. Бесінші, тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мәселен, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұсқан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан 10-да тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі ас бірігіп кетеді, түскі ас 5-дің уақытына ауысады, ал кешкі асқа түннің бір уағында отырасыз. Міне, бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады және аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Алтыншы, шылым шегу. Жалпы жақсы қасиет емес. Десе де қызығушылықпен бастаған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке әкеледі. Алайда бір күнде бір қорапты шегетіндер үшін бұл өте қауіпті. Жетінші, қант диабеті. Бұл аурудан адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Сегізінші, артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі. Қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап шығады. Тоғызыншы, жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда, қан айналымында, зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. 10-шы, қалқанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздау арқылы көрініс береді. Оған қоса, есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. 11-ші, ішек құрт та аяқ-қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ-қолдың мұздауына келеді. Міне, ардақты оқырман, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қолдансаңыз, жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпаңыз. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.